Негізінен жаман адам мен жақсы адам деген жоқ. Негізі жаман адам жақсы адам жоқ. Просто энергиясы төмен, энергиясы жаман адам бар. Энергиясы адам төмен болған кезде оның бүкіл енді ол төмен вибрацияда болады ғой. Төмен вибрацияда болғандықтан оның бүкіл ә, негативті қасиеттері көрініс табады да. Мысалға өзіңізді елестетіңізші, бір болмаса бір пробкада кетіп бара жатсыз, бір шаршап бара жатсыз, бір қажып отырған кезіңізді елестетіңізші. Сіздің қазақ айтады ғой, сіркесі су көтермей отыр дейді да. Сіркеңіз су көтермей отырады да. Сіркеңіз су көтермей отырады. Ол кезде бүкіл эмоцияңыз, бүкіл жаңағы негативті эмоцияңыз шығады да. Сіркеңіз су көтермей отырады, кез келген нәрсе сізді не істейді, сізді не істейді, раздражать етеді, сізді қыжылдатады, сіздің ашуыңызды, ызаңызды тудырады, өкпе-ренішіңізді тудырады, біреуді айыптайсыз, кінәлайсыз, бүкіл неңіз не істейді, бүкіл жаман эмоцияларыңыз шығып жүреді. Ал жайлап эмоция энергияңызды көтерсеңіз, энергияңыз жоғары деңгейде болатын болса, сіздің ізгі қасиеттеріңіз көре бастайды. И соған сай адамдар негізі жаман жақсы болып бөлінбейді. Негізі адамдар энергиясы төмен, энергиясы жоғары болып бөлінеді. А біз сол энергияңыз не үшін біз көбінесе төмен болады? Сіздің энергияңыздың қай тесіктен кетіп жатқанын білмейсіз да. Энергияңыз адамның мына денесі ыдыс деп санасақ, сол ыдыста тесіктер пайда болады. Мысалға ол қандай тесіктер, неден пайда болады? Негативті эмоциялардан негізінен. Мысалға негативті эмоциядан пайда болады. Ол өкпе-реніш, айыптау, кінәлау, құрбан позициясы, одан кейін жек көру, ашу, ыза, ә, көре алмау, қызғаныш, айыптау, кінәлау, ұят сезімі, мысалға да, кінә сезімі, өз өзіңді кінәлау. Сондай жаман бүкіл эмоциялар, негативті эмоциялардан адамның денесінде тесіктер, энергетикалық тесіктер пайда болады да. Сол энергетикалық тесіктерден бүкіл энергияңыз ағып кетеді. И сіз қанша жерден қанша жерден ол энергияны толықтырғанымен қанша жерден адам баласына, мысалға адам баласы әр адамға мысалға 24/7 бірдей энергия беріледі да. И бірақ әркімнің энергетикалық тесіктері әртүрлі болады да. И соған сай ол тесіктерден энергия ағып кеткенде не болады? Энергияң төмен болады. И біреулер бүйтеді да, ой, мен энергиямды толықтыру керекпін, дұрыс ұйықтау керекпін, содан кейін не дейді, дұрыс ұйықтау керекпін, дұрыс тамақтану керекпін, спортпен айналысу керекпін, түрлі энергияны толықтыратын нелер жасайды, практикалар жасайды. Энергияны толықтыратын практикалар жасағанымен, бірақ энергиясы бәрібір түгесіліп, бітіп, қажып жүреді да. Ал бірінші кезекте энергияны толықтырмас бұрын сол энергетикалық тесіктерді жаба беру керекпіз ғой негізінен. И назарымыз, кеше мен алдың эфирде айтқандай, назарымыз қайда, біздің энергия сонда кетеді. Энергиямыз сонда кетеді. Демек, бірінші назарымызды біз энергиямызды толықтырмас бұрын назарымызды қайда бұрып жатырмыз, қалай энергиямызды шашып жіберіп жатырмыз, соны бақылау, соны үйрену. Ол сізге, қазір мен сізге біздің эфирді көргендіктен ол сізге бір дағды болып қалыптаспайды, жайлы ақпарат болып қалыптасады ғой. Ал дағды болып қалыптасу үшін не істеу керек? Жаттығу керек. Мен сіздерге жаттығу бойынша энергияңызды бақылау бойынша, энергияңызды деңгейін ұстау бойынша не істейді? Жаттығулар бердім да, бірінші тапсырма солай бердім. И адам тренироваться ету керек та, дағды қалыптастыру керек. Дағды қалыптастырмай ол сізге жай ақпарат білім болып қалады әдемі. И одан кейін не істеді? Иә, назармен басқаруды үйрендіңіз, одан кейін энергетикалық тесіктерді жаптыңыз. Қандай энергетикалық тесіктер бар? Сол энергетикті таптың, и одан кейін бастап энергияны не істеуге болады? Энергияны толықтырумен жұмыс жасауға болады. Мысалға, естеріңізде, мысалы мына жерде тоже қарыз бар деген адамдар айтып отыр ғой. Сол кісілерге тоже пайдалы болады мына хадисті айтайын да. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға бір неде мешітте отырады, сөйтіп намаз біткен кезде бір кісі кетпей отырады да, бәрі тарап кетеді, бір кісі кетпейді. И содан ол кісіге жақындайды да, сахабаға жақындайды да айтады, не үшін кетпей отырсың? Сосын ана сахаба айтады, уа алланың елшісі, уа расулаллах, мен жағдайым мүшкіл дейді. Жағдайың мүшкіл болатындай не болды дейді. Жағдайым мүшкіл болатындай не болды дейді. Сөйтіп ол кісі айтады, мен қарыздамын дейді. Қарыздан содан кейін онда мына дұғаны жаттап ал дейді да. Сосын пайғамбарымыз не үйретеді? Дұға үйретеді оған.
Ол дұғаның аудармасы мынандай да: я алла арасында мен саған, я алла арасында мен саған уайым қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, сараңдық пен қорқақтықтан, қарыздың ауыртпалығынан, адамдардың қыспағынан өзіңе сыйынамын дейді. Қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз бірінші кезекте не берді? Не берді? Как раз осы бүгінгі тақырыбымызға да байланысты. Ішкі күйіңді жалпылама айтқан кезде ішкі күйіңді бірінші ретте деді да. Ішкі күйін құртып түсіп тұрған, яғни энергиясын жегідей жеп тұрған, іштей жегідей жеп тұрған нәрселеріне уайым қайғы, ұялы расында мен саған уайым қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулық, сараңдық пен қорқақтық, қарыздың ауыртпалығын, адамдардың қыспағы. То есть мына адам енді депрессияда, қысымда, стрессте жүрген адам не істейді? Стрессте жүрген адам ішкі күйі, ішкі күйі осы нәрселер жейді да. Демек, бірінші кезекте айтып отыр мынау, басқа сөзбен айтқан кезде, сенің энергияңды жеп тұрған тесіктерді біте деп отыр ғой. Содан Аллаға сыйын деп отыр. Сол кезде сен не істейді? Ішкі күйің реттеледі деп отыр. Ішкі күйің реттелсе, адамның бойында не пайда болады? Адам бойында қайрат, энергия пайда болады. Сол энергиямен барып еңбек ете алады. Енді сіз ішкі күйі өте төмен, энергетикалық деңгейі өте төмен, содан кейін бойында энергетикалық тесіктер бар адамнан энергиясы ағып кетіп жатқан адаммен бір оқа, барып еңбек ет, мақсат қой, бүйт деп сөйт деп айта алмайсыз да. Потому что ол төменгі вибрацияда. Потому что себебі оның энергиясы жоқ, энергиясы өте төмен. И соны пайғамбарымыз негізі біліп, осы нәрселерден адамдарға сыйын дейді да. Осы нәрсеге Аллаға сыйын дейді. Сосын айтады: адамдардың қыспағынан өзіңе сыйынамын дейді. Адамдардың қыспағынан. И негізінен негізгі өз өзін негізгі бізді қыспаққа алатын ол кім? Көбінесе біз өзіміз да. Өзіміздің түрлі ойларымызбен, түрлі таракандарымызбен, түрлі өзімізді іштей жегідей жейтін, іштей өзімізді сынайтын, айыптайтын, кінәлайтын түрлі ойларымызбен. Сөйтіп, демек, адамдар қыспағынан деген сөз бірінші кезекте өзіміздің қыспағынан да. Өзімізді құтқару керекпіз да.